Адам ұрпағымен мың жасайды деген сөзде терең мағына бар. Үлкендер, өзіңді тек сөзіңмен емес, ісіңмен көрсет. Тектілік қанмен емес, тәрбиемен беріледі дейді. Олар ата-бабадан қалған салт-дәстүрді сақтап, тектілікті ұрпаққа жеткізудің маңызын түсіндіреді. Ренішті ұзақ сақтама. Көпті көрген адамдар реніштің жүректі ауырлатып, адамның көңілін жабырқататынын біледі. Кешірімді бол, өкпені кеш қалдырма деп үйретеді. Кешірім арқылы жан тыныштығына жетуге болады. Еңбексіз ештеңе жоқ. Үлкендер өмірдің басты қағидаларының бірі адал еңбек екенін әрдайым еске салады. Еңбек етсең, емерсің дегенді өз өмірлерімен дәлелдеп келеді. Олар өздерінің қиын қыстау кезеңдерден еңбек арқылы өткенін айтып, еңбектің құдіретін ұрпаққа жеткізеді. Байлық жиналған дүние емес, рухтың байлығы. Нағыз байлық жүректің тазалығы мен ақылдың кемелдігі дейді дана қарттар. Олар материалдық байлықтың уақытша екенін, ал рухани құндылықтар мәңгілік екенін баса айтады. Сабыр түбі сары алтын. Үлкендер сабырдың барлық қиындықтардың кілт екенін біледі. Олар асығыстық істің бұзылуына, сабыр табыстың келуіне себеп деп, шыдамдылықтың арқасында кез келген мәселеден шығуға болатынын түсіндіреді. Ұрпақ тәрбиесі басты міндет. Ұл қыз өсіру тек бала асырау емес, болашақты қалыптастыру дейді үлкендер. Олар балалардың болашағы үшін ең маңыздысы жақсы тәрбие екенін ұрпақтың есіне салып отырады. Бақытты болу өз қолыңда. Бақытты болу үшін сырттан ештеңе күтпе, оны өзің жаса дейді. Олар өмірде қарапайым нәрселерден, денсаулықтан, отбасынан, тыныштықтан, адал еңбектен бақыт табуды үйретеді. Өтірік пен уәдесіздіктен аулақ бол. Үлкендердің айтуынша, өтірік пен уәдесіздік адамды абыройдан айырады. Ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деген нақыл осыдан шыққан. Олар шындықты ұстануды, уәдеге адал болуды өмірдің басты қағидасы ретінде көреді. Мақсат өмірдің жарығы. Мақсатсыз адам желмен ұшқан жапырақ секілді дейді. Өмірде мақсат қою арқылы ғана адам өз өміріне мән береді. Олар әрдайым нақты жоспармен, жүйелі әрекетпен алға жылжудың маңыздылығын баса айтады. Әр істің қайыры бар. Әрбір қиындықтың артында қайыр болады деген сөзді үлкендер жиі айтады. Кейде өмір бізді сынаққа салады. Бірақ сол сынақтар арқылы біз күшейеміз. Өмірді басқаша түсінеміз. Қандай жағдай болмасын, әр істің жақсылығын көруге тырысу үлкендерден алған асыл мұра. Өмір өткінші, бірақ оны мәнді ету өз қолыңда. Қарт адамдар өмір қысқа, оны бос нәрселерге жұмсама деп жиі айтады. Олар өмірдің өткінші екенін жақсы түсінеді және әрбір күнді саналы түрде өткізуге шақырады. Бұл ұрпақтарға қалдырған ең үлкен өсиет. Білім ешқашан кеш емес. Білім алу өмір бойы жалғасатын процесс. Өмір сені қандай жасқа жеткізсе де, үйренуге, дамуға, жаңа нәрселерді білуге әрдайым уақыт бар. Өзіңе жауапкершілік алуды үйрен. Басқаларға кінә артпа. Өз өмірің үшін өзің жауаптысың дейді. Бұл сөздер астарында еркіндік пен жауапкершілік жатыр. Адам өз әрекеттері мен шешімдері үшін жауап бере білсе, ол өз өмірін бақылауға алады. Шүкір ету және сабыр сақтау. Қиындықтардан өту үшін үлкендер шүкір мен сабырдың маңыздылығын ерекше атап өтеді. Олар шүкір етсең, өмірдің жақсы жақтарын көре бастайсың. Сабыр сақтасаң, кез келген қиындықты еңсере аласың деп жиі айтады. Қателіктер сабақ, бірақ оларды қайталама. Өмірде қателіктер жібермеу мүмкін емес, бірақ әр қателіктен сабақ алу маңызды. Үлкендер қателіктерінен үйрен, бірақ сол жолға қайта түспе дейді.
бұл даналық адамның өсуіне және кемелденуіне жол ашады. Денсаулық бірінші байлық. Көптеген қарт адамдар өз жастық шағында денсаулықты қадірлемегенін өкінішпен еске алады. Денсаулығыңды сақта, жаман әдеттерден аулақ бол деп айтатындары сондықтан. Дене және жан саулығын сақтау ұзақ әрі бақытты өмірдің кепілі екенін уақыт өте келе түсінеміз. Қарым-қатынас өмірдің негізі. Ата-анамыздың және үлкендердің айтатыны адамдармен жақсы қарым-қатынас орнат. Ешкімді ренжітпе. Себебі өмірде ең құнды дүние сенің айналаңдағы адамдармен байланысың. Достық, туыстық, қарым-қатынастар қиын сәттерде қолдау көрсетіп, өмірге мән береді. Уақыт ең қымбат байлық. Үлкендер үнемі уақытты босқа өткізбе деп отырады. Жастық шақта адам уақыт шексіз сияқты сезінеді, бірақ өмірдің әрбір сәті құнды. Олар өткен өміріне көз жүгіртіп, текке кеткен уақыттың қайта оралмайтынын айтады. Сондықтан өмірді жоспарлап, әр сәтті бағалай білу керек. Өмірде бәрі тегін келмейді, әр жетістік үшін күресу керек деп отырады. Сынақтарға қарсы тұрып берілмеу адамды шыңдайтын жол. Өмірде тепе-теңдік болсын. Үлкендер әр істе шамадан тыс асырмауды, тепе-теңдікті сақтауды үйретеді. Көп нәрсе жисаң да көбірек бөліс. Жұмыс істесең де демалысқа уақыт тап. Жақсы нәрседен де шектен шықпа деген кеңестері бізді өмірде үйлесімді болуға шақырады. Асығыстық қателіктің басы. Асыққан шайтанның ісі деген сөзді үлкендер жиі айтады. Олар әрбір шешімді асықпай, салмақтап, ойланып қабылдаудың маңыздылығын түсіндіреді. Сабыр мен ақыл кез келген қиындықтың дұрыс шешімін табуға көмектеседі. Сөздің құнын біл. Сөз оқ, қайта айналып келмейді, дейді дана қарттар. Олар әр сөзді ойланып айту керектігін, сөздің біреуді көтеріп, біреуді құлататынын түсіндіреді. Әрдайым тіліңді таза ұстауға және өзіңді дұрыс жеткізуге үйретеді. Өмірді жақсы көр, өмірді сүй, бірақ оны дұрыс сүр дейді. Олар бізге қарапайым нәрселерден бақыт табуды, әрбір күнді қуанышпен қарсы алуды, өткенге өкініп, болашаққа алаңдамай, бүгін мен өмір сүруді үйретеді. Үлкендердің өмірлік даналығы біздің жолымызды жарық қылатын шамшырақ. Олар бізге ақыл айтып қана қоймай, шынайы өмірдің мәнін түсіндіреді. Әрбір айтқан сөздерін жүрегімізге түйіп, өмірімізде жүзеге асыру, сол даналықты бағалау деген сөз. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.